Ешқашан ақымақтармен санаспаңыз, себебі олар сізді ең алдымен өз дәрежесіне түсіріп, одан соң жетістікке жеттім деп жарияға жар салады. Әр минутыңыз өткен сайын өткеніңіз көбейіп, келеріңіз азая түседі. Сондықтан алтыннан да бағалы уақытыңыздың қадіріне жетіңіз. Балаңызды бай болуға емес, бақытты болуға тәрбиелеңіз. Сонда олар ер жеткенде барлық нәрсенің құнын емес, құндылығын түсінетін болады. Біз өзімізге деген жігерді, күш пен сенімді сырттан іздейміз. Оны өзімізден іздегеніміз дұрыс. Өйткені олар біздің бойымызда өмір сүреді. Мінезі бір қалыпты адамдардың өмірі де жаймашуақ. Қанша дана болсаңыз да ертеңгі күннің тағдырын біле алмайсыз. Сондықтан бүгінгі күннің қадіріне жетіңіз. Өз өмірін жақсы жаққа өзгерткісі келмейтін адамға ешкім де көмектесе алмайды. Өзгерісті өзіңізден бастаңыз. Жұмысы жоқ адам азғындыққа бір табан жақын келеді. Қалай болса солай өткен жастық шақ тез қартаюға алып келеді. Әрбір үрген итке тоқтай беретін болсаңыз, ешқашан діттеген орныңызға жетпейсіз. Басқалар байқамайтын мүмкіндікті көре білу жетістікке жетудің универсал кілті. Қолыңнан келетініне сенсең, мәренің жартысында жеттім дей бер. Біреудің өткенін сөз етіп сынамаңыз. Себебі сіз де болашағыңыздың қалай өрбитінінен бейхабарсыз. Егер сіз қиналып жүрсеңіз, өткен күнмен, уайым үстінде жүрсеңіз, болашаққа алаңдаумен, ал көңіліңіз тоқ болса, бүгінгі күнмен өмір сүріп жүрсіз. Көп уәде беретін адам сенімге лайықты емес. Шын дос сыртыңнан мақтайды. Егер сіз қолымнан бір нәрсе келеді десеңіз, онда сіздікі дұрыс. Ал егер еш нәрсе келмейді десеңіз, онда сіздікі тағы да дұрыс. Таңдап тәтті кигендер де, атлас қамқа кигендер де, алтын таққа мінгендер де бір күні бәрі бітеді. Саған тек қана уайымы мен қайғысын айтып, қуанышын жасыратын адамнан сақ бол. Ғаламда екі нәрсе шексіз, бірі галактика, екіншісі адамның ақымақтығы. Егер біреу қатесін түсініп, кешірім сұрап жатса, оның өзірін кешіктірмеңіз. Нығметтердің ең жақсысы ақыл, ал бақытсыздықтың ең жаманы ақымақтық. Басқалар сен жайлы не ойласа соны ойласын, ал сен өзің дұрыс деп тапқан ісіңмен айналыса бер. Жастарға тәрбие беріңіз, сонда үлкендерді жазалаудың қажеті болмайды. Бір сатқындықты кешірген кісі тағы да сатқындыққа ұшырайтынына дайын болсын. Адамға қажеттілігін берсеңіз, жайлылықты қалайды. Жайлылықпен қамтамасыз етсеңіз, молшылыққа еліктейді. Молшылықты жаудырсаңыз, талғампазданады. Бәрінен де қызығы, осының бәрін берсеңіз, қалағаным болмады деп шағымданады. Біз бақыт өз келеді деп күтпей, оған өзіміз қол жеткізуіміз керек. Қолынан келетін, істеуге тиіс істі істей алатын адамды нағыз бақытты адам деуге болады. Адамдардың бір-бірін дұрыс танымауы немесе шамадан тыс тануы олардың жақындасуына кедергі болады. Адам өміріндегі ең тамаша нәрсе оның басқа адамдармен қарым-қатынасы.